Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен бірге Майра Сауытбек қызы. Бүгінгі видеода үй жағдайында суши дайындап үйренетін боламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де достар, менің арнама тіркеліп, қасында қоңыраушаны басып, все дегенді басып қойыңыздар. Сонда менің әрбір салған видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Ең алғашқы болып көретін боласыздар. Ең алдымен достар, суши дайындамас бұрын күрішін қайнатып алатын боламыз. Мен осындай қарапайым өзіміздің пайдаланатын күрішті пайдаландым. Жуып, су құйып, тұз салып, осылай қайнатып пісіріп алатын боламыз. Мінекей өте керемет болып пісіп шықты. Осындай қатты езілмей, жақсы болып пісті. Ортасына салатын салмасын дайындаймыз. Осындай қияр пайдалансаңыздар болады. Творожный сыр, өзіңіздің кез келгенін қолдана аласыздар. Мен осылай қиярды 4 бөлікке бөліп, яғни бір қияр 8 бөлікке бөлінеді. Және де ортасындағы ұрықтарын осылай алып тастаңыздар. Қатты жұқарып кетпесін, қатты алудың қажеті жоқ. Мінекей енді краб таяқтарын пайдаландым. Барлығын осындай видеода көрсетілгендей етіп, турап дайындап алатын боласыздар. Және де помидор пайдаландым. Помидорды жақсылап тазалап, осылай видеода көрсетілгендей бөліктерге бөліп шығамыз. Ортасындағы осындай ұрығын алып тастасаңыздар да болады. Мінекей осылай алып, барлығын дайындап алдым. Және де достар, осындай селедканы ұзын-ұзын бөліктерге бөліп дайындап алдым. Бұл селедканың ешқандай да қылтығы жоқ, және де қабығы ашылынған. Менің видеома бұйырса алдағы күндері осы селедканы жақсылап тазалайтын видео шығады. Міндетті түрде күтіңіздер, подписать етіп, қасында қоңыраушаны басып, все дегенді басып қойыңыздар. Сонда мен әрбір салған видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Мінекей достар, барлығын осылай турап дайындап алдық. Және де осы біздің төсегінішімізді осындай пищевой пленкамен орап алдым, және де нориді дайындап қойдық. Мінекей осындай дүкенде арнайы сатылады нори, сол дүкендерден алсаңыздар да болады. Кез келген дүкеннен сатып аласыздар. Мінекей қайнатылған күрішімізді осылай ортасына жарты бөлігінен кішкене ғана көбісіне осылай тура видеодағыдай жайып шығамыз. Бір тегіс етіп, және де ортасына салмамызды саламыз. Мен осындай селедка салдым, және де огурцы, және майонез құйдым. Майонездің орнына творожный сыр да қолдануға болады. Творожный сыр да өте керемет үйлеседі. Мінекей видеода көрсетілгендей орап шығамыз. Мінекей достар, осылай жарты бөлігін орағаннан кейін қалған бөлігіне су жағып, осылай дөңгелетіп орап алатын боламыз. Бұл сушиді дәл осылай қалдырсаңыздар да болады, болмаса капелька формасын дәл осылай видеодағыдай жасасаңыздар болады. Мінекей өте әдемі болып шыққан. Енді достар, қуырылған темпура сушиін дайындау үшін қияр дайындайтын боламыз. Су және де жұмыртқамызды салып, араластырып, ұн салып, жақсылап араластыратын боламыз. Және де достар, осы біздің қиярға аунатқаннан кейін панировочный сухарикке аударып қуырсаңыздар да өте керемет болып шығады. Болмаса дәл осылай мен секілді аунатып, қызып тұрған майға осылай қуырып алсаңыздар да болады. Дәл видеода көрсетілгендей барлық шеттерін осылай аунатып қуырып алатын боламыз.
Мінекей достар, біздің 3 түрлі сушиіміз дайын болды. Өте керемет, сондай ортасы да керемет болып шыққан. Біздің отбасымызға өте қатты ұнады. Осы сушиіміздің ортасынан бөлеміз, қайтадан ортасынан және де осылай бөліктерге бөлеміз. Бір сушиден бізде 8 штук шығатын болады. Мінекей барлығын осылай өткір пышағымызбен кесіп шығатын боламыз. Міне өзінің формасын жақсы ұстаған және де біздің күріштеріміз шашылып кетпейтіндей өте керемет формада болып шыққан. Барлығын осылай бөліктерге бөліп аламыз. Және де достар, сіздер панировочный сухариге аударып қуыратын болсаңыздар, өзінің формасын өте керемет ұстаған, сырты теп-тегіс болып шығатын болады. Болмаса дәл осылай пісіре берсеңіздер де болады. Мінекей достар, өте керемет болып шыққан, 3 түрлі ортасындағысы да дәмді болған, қиярмен де өте керемет болған. Және де осындай соевой соуспен батырып жейтін боламыз. Мінекей соевой соус осындай сушиге арналған, соны пайдаландым. Енді дәмін көретін боламыз. Осылай біздің таяқшамызға қысып алып, бірге дәмін көретін боламыз. Және де біздің күрішіміз шашылып кетпейтіндей өте керемет тығыз ұсталынып тұр. Баршаңызға сәттілік достар. Видеоны көргендеріңіз үшін көп рахмет. Қазір бірге үй жағдайында жасалған сушидің дәмін бірге көретін боламыз. Дәмі сондай керемет. Дүкеннен алатын. Біз өзіміз тапсырысқа беретін сушидан кем емес. Міндетті түрде достар жасап көріңіздер. Дәмін көрсеңіздер сөзсіз керемет болып шығатын болады. Сіздермен болған Келінка Майра Құлан.